Баяғыда бір үлкен әдемі үйде ала мысық өмір сүріпті. Үй іші жылы, жайлы, тамағы мол екен. Бірақ сол үйдегі ала мысық басқа мысықтар сияқты еңбекқор болмай шығыпты. Көрші үйлердегі мысықтар таң атқаннан кеш батқанша тыным таппай жұмыс істейді екен. Ал ала мысық болса, мұндай жұмыстың еш қайсысын ойламайды да. Ол күні бойы керіліп, созылып жатып алады. Біресе жұмсақ төсекте, біресе күнге қыздырынып, одан қалса пыр-пыр етіп ұйықтай береді. Ал қарны ашқанда тоңазытқыштың қасына айналшықтап тамақ ұрлап жейді. Тойған соң ала мысық тағы да баяғы әдетіне басады. Ала мысықтың ұйқыға кеткенін біліп алған тышқандар қорқынышсыз ән салып би билейтін болса керек. Жалқау мысықтан қорықпайтын тышқандар емін-еркін тамақты аралап ұрлық жасайды. Біраздан соң еденнің астында нағыз думан басталады. Ұры жалқау ала мысық сауған сүттен ұрлап ішіп, ет пен майға сыздап іші, ұйықтап жатыр сұлап түсіп. Бір кезде мысық осы шуды естіп, шошып оянып кетеді. Тышқандардың өзін мазақтап жатқанын түсініп, қатты ұялады. Егер иесі естіп қалса, қуып жіберер деп қорқады. Содан айлақ ойлап тауыпты. Сендер ойнап қуансың деп, қарны тойып жұбансың деп, еш қайсыңа тимеуші едім, зұлымдықты сүймеуші едім. Кейбір аңғал тышқандар сеніп қала жаздайды. Біз мысыққа сенбейміз, айтқанына көнбейміз. Өтірікші ол ұры ғой, шақырса да келмейміз. Мысық бұған қатты ашуланады. Сосын ол тышқанды қуып жетпекші болды. Едендегі кішкентай саңылаудың жанында аңдып күтеді. Бір кезде ойнап жүрген кішкентай тышқан саңылаудан шыға бергенде мысық оны ұстап алады. Мұны көрген әке: Мысеке, өтінемін, баламды жіберші, ертең осы уақытта мен сізге сыйлық әкелемін. Рас айтасың ба деп мысық ойланып қалады. Сол кезде кішкентай тышқан зып етіп қашып кетеді. Баласын құтқарған тышқан: Қара ниет тана мысық, жүрген қаймақ ұрлап ішіп, енді бізден шықпайды ешкім, отыр солай тісін қышып. Сол күннен кейін үй иесі де бәрін байқап қалады. Мысықтың ұры әрі жалқаулығынан, тышқандардың еркінсінуінен мезі болған үй иесі бәрінің де көзін жоғалтыпты. Өйткені олар ұрлықпен күнін көріп жүрген жалқаулар еді.